Терри Пратчеттің «Ғажайып Морис» және оның кеміргіш ғалымдары кітабына негізделген. «Ғажайып Морис». Фильм The Kitchen Russia студиясының тапсырысы бойынша Дабин студиясында арнайы кинопоиск үшін аударылып дыбысталған. Бірде, ерекше тентек көңіл күймен Кроликс мырза қоршаудың ар жағындағы фермер Фредтің алқабына қарады. Және ол көк салатқа толы болды. Кроликс мырзада өз кезегінде салат мүлдем болған жоқ. Және бұл әділетсіз болып көрінді. Мүлдем әділетсіз. Міне, мархабат, Кроликс мырзаның шытырман оқиғалары кітабы осылай басталады. Бірақ бұл сіз көретін оқиға емес. Қазір көріп отырғаныңыз жақтау деп аталады. Негізгі сюжетті оқиға сәбидің жылы көрпесі сияқты. Құлама. Сонымен, енді сіздің оқиғаңызды бастайтын уақыт келді. Және ол адам киіміндегі сүйкімді қояндар туралы емес. Мүлдем олай емес. Шын мәнінде, сіздің тарихыңыз ол егеу құйрықтар туралы болды. Бұл жер егеу құйрықтарға толы. Егеу құйрықтар. Айлакер тұмсық пен яс пен қорқыныш. Барлық жерлерде жасырынады. Барлығын кеміреді. Шиқылдай, қарай, өрмелей, секірет, ұшқыр болады. Таңертеңнен бастап ауыздарында мұз кәмпиттер, табандарынан үгінділерді жалайды. Олар анда-мында жүгіреді, бірақ оларды ұстай алмайсың. Ей, бұл сөйлейтін мысық қой. Егеу құйрық. Бұл жер егеу құйрықтарға толы. Егеу құйрық. Егеу құйрық. Олар барлық жерде жейді және барлық жерде ұйықтайды. Олар тікелей ыдыс-аяқты бұлғайды. Оларды аулайды. Оларға атады. Оларды құртады. Басады, өлтіреді. Олар керемет секіргіштікке ие. Олардың ең кереметіне өміршеңдігіне ешкім сәйкес келмейді. Егеу құйрық. Егеу құйрық. Бұл жер жабайы егеу құйрықтарға толы. Мұнда егеу құйрықтарға толы. Олардың саны онша көп емес. Оба үшін егеу құйрықтар көп қажет емес. Егер олар өз істерін білсе. Бір егеу құйрық бір тостаған кілегейде шомылса және ұнды бұлғаса, мұның өзі де оба. Оба, біз құрдымға кеттік. Менің ойымша, сен оларды қуып жіберу үшін сыя қалғың келеді, я? Мен бір қарапайым мысық. Олардың барлығына қарсы ма? Жарай, бұл рас. Бірақ, жоқ. Бір мысық оларды жеңе алмайды. Сонда не істеу керек, не? Сізге сырнайшы қажет. Бірақ бұл ол сырнайшы емес. Ол шынайы емес. Сіздердің құтқарушыларыңыз келді. Алғане, төлеңдер. Керек болса қолынан келді. Олар кетіп барады. Халайық, ал сөйлейтін мысық қайда кетті? Бұл жартас кімнің ойы болып еді? Жүзгеннен кейін менің мұрным суға толды. Кешіріңдер. Бұл мен едім. Бұл идея менің ойыма кенеттен келді. Және мен оны сынап көруді шештім. Бұл өте керемет болды. Қайталау керек. Бұл шынында да аздап драма берді. Чикади-пау. Біздің алаяқтықтың шарықтау шегі. Чикади-пау. Ей, халайық. Киттің өзі аздап шомылуы керек деп кім санайды? Мен! Жақсы. Бәрі-бірден келісті. Суға түсуге тура келмейтін мысық айтты. Иә, қара, ақша, тиындар. Бұл дыбыс ешқашанда жақсылыққа келмейді.
Моррис? Шабдалы, қымбаттым. Қанша рет саған қайталау керек? Мен Морриспін. Моррис, жарайды, алайда бер. Моррис, қауіпті бұршақ біз алдау арқылы өмір сүрмеуіміз керек деп ойлайды. Сонымен, қауіпті бұршақтың ойлайтын осы екен ғой. Ал кейбіреулер ол тым көп ойлайды деген ойда. Мен осымен келсем деп ойлаймын. Шабдалы дұрыс айтады. Біздің жаңадан алынған санамызбен аруждан да келді. Өзіңізге сұрақ қою керек. Адамдарды алдау дұрыс па екен деп. Бірақ алдау ол барлық адам болмысын сипаттайды. Адамдар алдауды жақсы көреді. Олар үкіметті таңдайды. Олар үшін осыны жасайды деп ойлайды. Бірақ бұл дұрыс па? Қауіпті бұршақ, біз мұны жалғастыруға міндетті мекенбіз бе деп ойлайды. Мұны істеу? Әрине жоқ. Жалпы, мен мұнда болмауым керек. Мен мысықпын, солай ма? Мен кез келген нәрсені жасай алам. Өйткен адамдар мысықтарды жақсы көреді. Оның орнына мен алғыссыз кеміргіштерге көмектесуді шештім. Адамдар оларды айтпақшы онша жақсы көрмейді. Дұрыс па? Бірақ, егер еске түсіруге рұқсат етсеңіз, жұмақ аралын іздеп табуды сіз армандаған болатынсыз. Солай. Жұмақ аралы. Қасиетті кітапта келіңдер. Ей, естідің бе кет? Қасиетті кітап. Иә. Алыңыз. Міне, біз қайда ұмтыламыз? Мінсіз жер, жануарлар сөйлейтін, және адамдармен қатар бейбіт өмір сүретін. Қараңдар, жануарлар киім киет, артқы аяқтарымен жүретін және көк костюм киетін қоян. Мұнда Руперт есімді егеу құйрық бар. Және Говард деп аталатын аққыз. Және Олли жыланы, әрине қаскөй, бірақ алаңдамаңыз, онда жаман ештеңе болмайды. Бұл жұмақ емес пе? Кроликс мырзаның елінде у мен зәрлі зат жоқ. Тұзақтар жоқ. Жануарлар онда бір-бірін жемейді. Бұл нағыз жұмақ. Біз бұл жерді табуымыз керек. Дәл солай. Сен онда болдың ғой, я, Моррис? Мен? Ғажайып Моррис. Жоқ, мен өзім болған жоқпын. Бірақ мен онда болған көптеген мысықтармен сөйлестім. Бәріміз білетіндей, бұл арал. Әдемі өте алыс арал. Ал аралға жету үшін бізге не керек? Қайықтар, дұрыс па? Ал қайық алу үшін бізге не керек? Ақша, дұрыс па? Ақша табуды жалғастыру керек. Түсінікті ме? Керемет. Онда келістік қой. Кейт, кеттік. Келесі мақсат ана жақта. Жарайды, жүгірдім. Мүмкін тағы бір қала. Біз оны міндетті түрде жасай аламыз. Тағы бір қала. Алайда, Моррис шынымен өтірік айтты. Бұл жақтаудың ғажабы солай емес пе? Мен сендерге бұл оқиға туралы айтамын. Сендер оны ешқашан білмейтін едіңдер. Мысалы, Моррис басқа мысықтармен сөйлеспеді деп айталамын. Өйткені одан басқа бірде-бір мысық сөйлей алмайды емес пе? Моррис осы егеу құйрықтар сияқты ерекше болды. Ол ақшаның маңызды екенін білді. Сондықтан ол көп ақша табу үшін егеу құйрықтарға өтірік айтты. Ол тек ақша жинақсы келді. Ақылға қонымсыз ерекше зейнетақы жоспарын іске асырғысы келді. Енді сендер Кроликс мырзаның ғажайып Моррис оқиғасы үшін маңызды екенін білесіңдер. Өйткені егеу құйрықтар оны шынайы деп санайды. Олар барлық жануарлар сөйлесетін жерді табаламыз деп ойлайды. Онда еш қиындықсыз өмір сүргілер келді. Фермерші Фред үйінің есігін ашты және оны барлық аңдар күтіп тұрғанын көрді. Біз Кроликс мырзаны таба алмаймыз, деп олар жылады. Егер бұл қорқынышты болып көрінсе, онда бұл белгі деп аталады. Бұл сендерге осындай ескерту. Егер сендер оқиғаны одан әрі тыңдай берсеңдер, бұл оқиға одан әрі қорқынышты болады. Өте қорқынышты. Сендер менің достарым, айналадағы ең үздік егеу құйрықтарсыңдар. Сендер керемет жұмыс жасадыңдар. Біздің қалада енді егеу құйрықтар қалмады. Рахмет, бургомистр мырза. Олар көрінетін еді. Не? Тек қаладағы тамақ әлі де жоғалуда. Жай ғана жоқ. Пуф!
Бізде аштық қызып тұр. Мұны мен не айтпақсыз? Немесе, нені меңзеп тұрсыз? Менің айтқым келетіні, ашық түрде меңзейтінім, бұл қандай да бір жолмен байланысты болу керек. Байланысты? Егеуқұйрықтар, тамақ, бұл өте таңғаларлық. Олай ойламайсыңдар ма? Бір түрлі туралы айтатын болсақ, анау, жаңа қалада сендердің жалдаушыларың қалай еді? Бастық? Сендерге бастық. Я, жақсы. Жай оның осы киімімен, осы мойын орақшымен, және қалпағымен мен сендердің бастықтарыңды көре алмадым. Бір түрлі дейсіңдер ме? Жақсы, сонша бір түрлі емес қой. Сендер ешқашан ойланбадыңдар ма? Мұнда болып жатқанның бәрі. Тағамның жоғалуы жұмбақ сияқты екенін мүлде ойланбадыңдар. Жұмбақ? Я, әбден дұрыс. Егеуқұйрықтар жоғалып кетсе, олар еш жерде жоқ. Онда бұл фактор байланысты емес. Солай ғой. Байланысты емес. Сізбен істерді жүргізу, бургомистр мырза, өте қызықты. Ана, не болды жаным? Менің қарным ашты. Жапырақтарды жерден жинап, жапырақты сэндвич жасайық. Нансыз, тек жапырақтар және қиялдағы джем. Тыныш, тышқандар сияқты. Естеріңде болсын, ол жаңа қала. Мұнда тұзақтар мен у толы екені сөзсіз. Маған рұқсат ет. Неліктен біз киім кийдік? Мұның мағынасы жоқ. Егер біз сахнада болмасақ, жігіді пау-пау-пау-пау. Қауіпті бір шақ осылай өркениетті дей. Ал белбеу идеясы өте жақсы. Ешқашан білмейсің қолдануға не керек болатынын. Ұқтың ба? Алға! Назар аударыңдар, мұнда тоқтайық. Взвод нөмір 3. Тұзды ертіндіде дейін сату. Сардина және тәтті. Сендерге бәрін бұлғау тапсырылады. Кірісіңдер. Егер 10 минуттан кейін мен, ханымдар, ас үйде қалай айғайлайтынын және жүгіретінін естімесем, онда сендер мен ойлағанда егеуқұйрық емессіңдер. Взвод нөмір 2. Үлкен үнемдеу қосымша ұсынысқа дейін тұтыну керек және кірмеңдер. Тұзақтарды жойыңдар, абайлаңдар, жүгірмеңдер. Біз бірінші тышқанның орнында болғымыз келе ме? Жоқ! Дұрыс, біз қай тышқанның орнында болғымыз келеді? Екінші тышқан! Себебі? Екінші тышқан барлық ірімшікті алады. Сұрақ бар ма? Ал бірінші тышқан не алады? Тышқан қақпанын. Түсінікті ме? Содан кейін сүйек егеуқұйрық саған келеді. Сүйек егеуқұйрық. Жарайды. Барыңдар, бар. Жақында Киттен Моррис орында болады. Мені не мазалайтынын білесің бе, қауіпті бір шақ? Сені не мазалайды, Отық? Жергілікті егеуқұйрықтар жоқ. Кәдімгі егеуқұйрықтар, түсінесің бе? Егеуқұйрықтан өлдері. Бар, егеуқұйрық тезегі. Көп, бірақ біз егеуқұйрықтарды өзіміз кездестірмедік. Мұндай қалада олар лық толы болуы керек. Иісті сезесіңдер ме, иә? Иә, иіс бар. Жұмбақ. Иісі бар. Қалай болғанда да бір түрлі тыныш. Жігіттер әлі олардың оба шоуын бастаған жоқ сияқты. Әр өлген егеуқұйрық үшін 50 цент. Жігіттер байсалды. 50 цент? Демек байғала. Бұл жақсы, бұл өте жақсы. Маған көбірек ақша. Бізге, әрине. Иә, бұл қалада көптеген мүмкіндіктер бар сияқты.
Бірақ сен байқадың ба? Мұнда тамақ жоқ. Бұл сауда қаласы үшін бір түрлі. Иә, әсіресе аш болған кезде. Ал менің жағдайымда менің қарным қатты ашты. О, қара, мынау ашық. Қайырлы күн, мырза. Біз мұнда тамақ іздеп жүр едік. Өтінем таңдаңыз. Сіздің көз алдыңызда. Бұл түсінікті. Және қанша? Кеш. Енді жоқ. Жоқ, бірақ біз өте... Біз жабылдық, кешіріңіз. Қайырлы күн. Морис, сен не ойлайсың? Морис? 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 Мұнда әдетте ас үйде көруге болатынның барлығы бар. Тек тамақтың өзінен басқа. Морис, өтінем. Жүр. Жүр. Тезірек менің басымды сипа. Анда бір қыз бізге қарап тұр. Не? Оқиғаны айтатын әңгімелеуші әңгімеде болуы мүмкін емес деп кім айтты? Бұл мысық бірдеңе деді ме? Мысықтар сөйлей алмайды. Мұны бәрі біледі. Түсінікті. Сенің мысықта келгенің, сен бұл жерде аштық бар екенін білгенің ғой. Және оны сатқын келеді. Одан кем дегенде 2 кешкі ас шығады. Сендер мысықтарды жейсіңдер ме? Ұсталдың ба? Иә, сен ұсталдың. Жарайды. Мұнда сүт бар. Ол әлі ашыған емес. Және бірнеше балық басы бар. Бұл жеткілікті. Бірақ бізге сенің тамағыңды жеуге болмайтын шығар. Егер сендердің тамақтарың аз болса... Жоқ, менің әкем жергілікті бургомистр. Біз қонақжай болуымыз керек дейді. Сонымен, атыңыз қалай? Кит. Бұл жақсы емес. Жұмбақ туралы еш белгі жоқ. Бұл өте қарапайым кит. Бұл сенің шын атың ба? Мен білмеймін, мен жетіммін. Иә, Угу. Бұл басқа мәселе. Құпиялы өткен шақ. Сені бала кезінде ұрлап алды деп мен үміттенем. Әрине, сен бір алыс елдің заңды патшасысың. Және олар саған ұқсайтын біреуді тауып, оны ауыстырды. Сонда сенде сиқырлы қылыш болар еді. Тек ол тапсырманы орында уақыты келгенше сиқырлы болар еді. Әрине, сені табалдырықта тауып алған шығар. Солай ма? Шын мәнінде шөптелген арбада. Бұл одан да жақсы. Тыңда, әдетте біреу сенің атыңды сұраса, жауап ретінде де сұрау керек екен. Олай болса, мен Малисия Гриммін. Сәлем. Малисия, жақсы. Жоқ, Сардина, артқа. Сенімен танысқаныма... Егеу құйрық. Сардина, жеткілікті. Тыпырлатып билеу керек емес. Кешіріңіз, менің аяғым өзі билей бастады. Жарайды. Мен осылай елестетемін. Бұл егеу құйрық, сөзсіз сиқырлы егеу құйрық. Мен ол мұнда жалғыз емес екеніне сенімдімін. Осылай туылған, немесе онымен бірдеңе болды. Немесе олармен, және қазір олар өте ақылды. Тыпырлаған биіне қарамастан. Ал мысық сенің досың. Онда неліктен мысық егеу құйрықпен дос екен? Қандай да бір келісім шарт болуы керек. Жоқ, маған айтпа. Біреу сізге бірдеңе айтатынына күмәнданам. Әрине, бұл егеу құйрықтардың шабуылымен байланысты, иә? Осы қалалардың барлығында, солай ма? Бұл жерге китпен бірге келдің, ал қаладан қалаға барасыңдар. Онда егеу құйрықтардың шабуылын бейнелейсіңдер. Ал кит сырнайшы болып көрінеді. Олар оның артынан қаладан кетеді, және сендер көп ақша аласыңдар, дұрыс па? Мұның бәрі үлкен алаяқтық. Естен адасуға болады. Ол бізді әшкере қылды бастық. Сен бізді ұстап бермейсің бе? Сөйлейтін мысық және сөйлейтін билейтін егеу құйрық. Олар тағы да мен бәрін ойлап таптым деп айтады. Және менің бөлмемді қайтадан менен құлыптайды. Сені құлыптай ма? Кітаптарыма жетпеуім үшін. Бұл анық емес шығар, мен көп оқимын. Менің әкем тым көп дейді. Сонымен, сұрақ, сендер қалай сөйлеуді үйрендіңдер? Мұндағы нақты оқиғада біз флешбекті көретін едік. Флешбек? Бұл не? Онда сендер тарихтың пайда болуын білесіңдер. Қане, не болғанын айтыңдар. Одан құтылу мүмкін емес сияқты. Не болды? Ешкім нақты білмейді. Бірақ мәселе бұл егеу құйрықтар қоқысты жейтінінде. Біз осылай жаратылғанбыз. Бұл біз қалыпта қарапайым егеу құйрықтар болған кезде болды. Шиқылдадық, бір-бірімізбен төбелестік. Біз тапқанның бәрін жедік. Мысалы, шамдардың күйіктері. Біз шамдар күйіктерін жақсы көреміз. Немесе ескі сыпырғыш таяқшасы. Тістерді тырнауға арналған керемет зат, сондай-ақ ұнтақтар мен дәрілер. Біз қазандықтардың түбіне жасыл көбіктенетін қоқысты іштік және ескі сиқыр кітаптарын шайнадық. Кәдімгі қоқыс үйіндісіне ұқсамайды. Біз бұл туралы кейінірек білдік. Қоқыс үйіндісі Анкмарпорка көрінбейтін университетке тиесілі болды.
Бұл оқу орны мұнда сиқырға үйренеді. Онда адамдардан үшкір ұшты қалпақтарда қалған сиқырлы қоқыстардың қоспасы болды. Мен өте қуаныштымын. Біз ақылды болдық. Оқуды үйрендік және қоқыс үйіндісінен табылған заттар бойынша бір-бірімізге есімдер бердік. Сардина. Шабдалы. Тұздықтар. Ал мысықпен не болды? Мысықтар барлық қоқыстарды жемейді ғой. Әрине жоқ. Ол қоқыс үйіндісінен ештеңе жеген жоқ, бірақ бір уақытта ақылды болды. Ақылды мысық ретінде мен ант бердім. Және бұл мақтаныш үшін себеп. Сөйлей алатындарды жемеймін. Иә. Мен не істеуіміз керектігін білемін. Бұл қаланың құпиясын ашу керек. Қандай құпия? Тамақ қайда жоғалатынын. Өйткені еге құйрықтар жоқ. Бұл әңгімедегі сіздің міндетіңіз құпияны ашу. Біз еге құйрықтар гильдиясына жасырынып келіп, олардың не ойлағанын анықтауымыз керек. Мен қандай да бір себептермен оның соңынан еруге дайынмын. Бұл менің қабілетім. Мен шытырман оқиғалы сөмкеге дайынмын. Иә, дайынсыңдар ма? Алға. Мен ғашық болған сияқтымын. Мырза, сіз бізді шақырдыңыз ба? Қалада жаңа еге құйрықтар пайда болды. Сіз сенімдісіз бе, мырза? Тышқан қақпандары бос. Мен оны сезіп тұрмын. Оларды ұстаңдар. Және маған әкеліңдер. Я, мырза, орындаймыз, мырза. Білесіз бе? Менің еге құйрықтарға деген әлсіздігім бар. Маңызды кеңес. Біреуді жеген, бірдеңе жеген, оны сол нәрсе өлтірген еге құйрықты жеуге болмайды. Қауіпті бұршақтар біз еге құйрықтарды мүлдем жемеуіміз керек дейді. Дұрыс. Егер олар аш болса ғана. Бірақ еге құйрықтар әрқашан аш болады. Мен не туралы айтып келем? Бір түрлі. Маған ұстаушы Преттл мен Джонсонды еске түсіреді. Бірақ олар бұл сияқты дөңгелек емес. Қосымша сақтандырғыш жоқ. Менің ойымша, бізге Шыртылдақ мырза керек. Шыртылдақ мырза. Тез сөмкені аш. Шыртылдақ мырза ма? Шыртылдақ мырза. Алға, Шыртылдақ мырза, алға. Алға, Шытырлақ мырза, сенің қолыңнан келеді. Қозғалыс қосыңыз, сарбаз. Нені күтесің? Арызды орындау уақыты келді. Сен қайда жиналдың? Алға жігіп, металдан жасалғансың. Сені жаралауым мүмкін емес. Татақ. Бұл не? Ақылда. Мен мұны ешқашан көрген емеспін. Бұл Тор. Тор. Бұл Тор. Тор дегеніміз не? Ол еге құйрықтарды ұстау үшін қажет. Үйде еге құйрықтарды кім ұстауы керек? Ал жыланның қулық сұмдығы үшін Олли жол белгісімен Кроликс мырза білмеді. Ол жолдан адасып кеткен. Ол ақкіз Говардтың шай кешіне бармады. Ол қараңғы орманға бет алды. Ол көрінбейтін болу мүмкін емес деп ойлайтын сияқты. Егер сенің осылай көрінетініңді ешкім байқамаса. Мәселе мынада. Сіздің дос қызыңыз өмірде бәрі ертегі сияқты деп ойлайды. Бұл зиянсыз. Жоқ па? Мүмкін. Бірақ ертегілерде оқыс оқиға болған кезде бұл жай сөз.
Бақытымызға орай мен кез келген жағдайға дайынмын. Ілмек пен арқан баспалдақ көп орын алады. Сондай-ақ мұнда алғашқы медициналық көмек қобдишасы, шәйнек, қосымша шәйнек, тігін жиынтығы, сигналдарды жіберетін айна және мынау. Шаш қыстырғыштары. Тек кілт тесігіне салыңыз және бұраңыз. Малейсия, бұл нәрселер ертегілерде жұмыс істейді. Дәл айтасың. Мені ме? Сонымен, біз сенің оқиғаңа қайта оралдық, иә? Ал мен сенің оқиғаңда кіммін? Тіпті білмеймін. Сен романтикалық кейіпкер үшін онша әдемі емессің. Ал комедия үшін күлкілі емес. Мүмкін сен жай ғана жанашыр шығарсың. Лакмус қағаз сияқты дос маған менің этикалық дилеммаларымды шешуге көмектеседі. Ал сен құлыптарды бұзуға болатынын қайдан білесің? Мен айттым ғой, менің бөлмемді менен әрқашан құлыптады деп. Мен ұрыларды көрдім. Терезеден ұрлықшылар және үй ұрлықшылары. Олар мысықтар сияқты ақылды. Олардың күрделі кішкентай құралдар да бар. Олар оны өте керемет дәлдікпен пайдаланады. Сен жай ғана жасай алмайсың ба? Дайын. Сенің жолың болды. Жоқ. Мен мұны күткен жоқпын. Бұл қоқыспен толтырылған лас бөлме. Ал сен мұнда не күттің? Мен бір қорқынышты көруді күттім. Бірақ қызықты. Кейбір қорқынышты нәрселер, олар сюжетті дамытуға көмектесер еді. Өмірдің сюжеті жоқ. Оқиғалар жай ғана бірінен соң бірі орын алады. Сюжет әрқашан бар. Тек қайда қарау керектігін білу керек. Мен түсіндім. Құпия өткел. Әрине, назар аударыңдар. Кіреберісті іздеңдер құпия өткелге өтетін. Ал құпия өткел қандай өзі? Әрине, ол құпия өткелге ұқсамайды. Ал бұл жағдайда мен қазір 10 шақты құпия өткелдерді көріп тұрмын. Мен бір нәрсені қалай іздеу керектігін білмеймін. Бұл мен іздеген нәрсеге ұқсамайды. Мен бұл батыл ой екенін білем, бірақ айтарлық құпия өткел жоқ. Ешқандай да. Болуы керек, бірақ оны табу қиын. Содан кейін сен бас тартасың. Ал сен бас тартқан кезде және ана қабырға сүйкенген кезде сен еріксіз құпия қосқышын басасың. Онда мен жазықсыз көзге көрінбейтін ілмекке сүйенемін. Және қараңдар, қабырғадағы құпия есік сиқырлы түрде пайда болған жоқ. Шамасы кейбір зұлымдар қалыпты құпия өткелдерді салуды мүлдем білмейді. Кит, қара! Қараңдар, егі құйрықтардың үйінде егі құйрықтың шыңғыры қайдан пайда болады? Мен егі құйрық болсам жақындамас едім. Иә, бұл көбінесе кітаптарда болады. Ең ақымақ кейіпкерде жақсы ой кездейсоқ келеді. Ішінде кішкене тұтқа бар. Мен оны қазір басамын. Еден люгі. Жақсы жасырылған. Сондықтан біз оны таппадық. Кит, сен жарақаттанған жоқсың ба? Жоқ, онша емес. Бұл жер төленің бір түрі. Менде бәрі жақсы. Мен баспен түстім ғой. Мұнда баспалдақ бар. Неге сен онымен түспедің? Оны пайдалана алмадым. Оның жанынан ұшып өтуіме байланысты. Менің қалпағым қайда? О, құдай, мынау керемет қой. Тамақ! Ұсталған сан еті. Қандай дәмді. Мәссаған. Бәрің осында келіңдер. Мен нан бөлігін таптым. Сонымен, олар бізден тамақ ұрлайды. Негізінен түнде. Қандай да бір түсініксіз себептермен. Бұл ең керемет құпиялар. Оларды неғұрлым көп ашсаңыз, соғұрлым олар жұмбақ сияқты болады. Жарайды. Айт, бір ауыз сөз айт. Немесе тақпақ па? Бізге ән айтшы. Шабдалы? Бұл сен бе? Мені жібер. Сен қарсы емессің бе? Ой, әрине. Кит, Сардина, бізде... Уайымдама, мен бәрін білем. Бізде қиындықтар бар. Біздің тапқанымызға сенбейсіңдер. Мен сұрадым ғой. Сен сөйлей аласың ба деп? Иә, сұрадың, бірақ... Мен бұған өте мұқиятын. Солай ма? Иә, сен бәрін түсіндірдің. Мен саған сенем, бірақ бізде әлі де проблемалар бар. Неліктен, не болды? Не, Шыртылдақ мырза, бұл жерде не істеп жатырсың? Мен осы бұрамалы ойыншығына жеткенде... Тоқтық, сен зардап шектің бе?
тек менің мақтанышым. Мен оны анықтап алайын. Ол қайда? Мен бұл пайдасыз қаңылтыр үйіндісін жоя. Тоқта! Мен жай сөйлесім керек. Ауытпайды. Тек сәл ғана мүмкін. Қартқа, Мұнда кел. мырза тым көп белбеу. Кішкентайларды ренжіту жақсы емес. Оған тек бір нәрсе қажет болды. Менімен сен қауіпсіздіктесің, балақай. Сонымен, олар осылай істейді екен. Иә. Жаңа нәрсе екен. Сондай қулық. Бұл тұзақтар өте шебер ойластырылған. Сізді ұстап алу үшін. Олар бізді тұтқында ұстау үшін жасалған. Тұтқында? Не үшін? Шынында да бұл біздің мәселеміз, солай ма? Сендердің оған қатыстарың бар екенін білдім. Бізге ертегі айт. Ертегі қыз. Сендер тамақ ұрлайсыңдар. Қалай болғанда да қандай да бір себептермен. Онда ұсталған еге құйрықтарды тамақтандыру үшін. Данышпан болудың қажеті жоқ. Бұл жағдайдың бізден тез және жылдам кетуімізді талап ететінін түсіндіру үшін. Оларды ұста! Мұнда кел. Мысалы қазір. О, Малисия. Сюжетке түсініктеме бере алатын жалғыз деп ойлаймын. Ол осы оқиға ол туралы деп ойлайды. Бірақ олай емес. Тақырыпты еске түсіріңдер. Бұл барлық сұрақтарды қойды. Мен мысықтарды жек көрем. Мұнда кел, сен де. Күміс табақта ұсынылған еге ойрықтар. Бұл зат аяғынан ал. Мен тырысам, алынбайды. Біздің бастық өте риза болады. Қалай ауырады екен, а? Ал енді жастар. Барыңдар оларды бір жерге байла. Жібер бізді. Қара, еге құйрық. Ол бас киіміне келген. Билли, қара, сергеге құйрығы. О, маған олай қарамаңдар. Мен достарымды тастап кеткенде мен мысықпын ғой. Ал мысықтар әрқашан тәуекелдерді мұқият өлшейді. Билли, ол шыңқырға жақындар меді? Біз оны еге құйрық қалпағы деп атаймыз. Неліктен олар бізді ұстайды? Әдетте еге құйрық ұсталады. Содан кейін. Мұнда не күлкілі, қауіпті бұршақ. Морис, мен сенің бізді тастамайтыныңды білдім. Ескі досым, мен әрқашан айтатынмын. Мориске сенуге болады. Сөзсіз. Сен бізді ұстап алғанға дейін іздей бастадың ғой. Сау, Ей! жоспар қандай? Алдымен, осы жерден кетейік. Тамаша. Содан кейін біз осы қаладан мүмкіндігінше алыстаймыз. Иә, сардиналарды құтқарғаннан кейін. Бұл бөлікті өткізіп алды. Иә, Өткізіп алу. мен қайталап көрейін. Алдымен осы жерден шығайық. Содан кейін... Плюс ұл мен қыз. Олар басқа жертөледе байланған. Оларды да біз құтқаруымыз керек. Олар адамдар емес пе? Солай ма? Олар қандай да бір амал табар. Өзара келіседі. Сардинаны қайда кеткенін білу керек. Олардың шұңқыр туралы айтқанын естідің бе? Мен бір қойма ғимаратында болғам. Бір адамдар келіп, бөлменің ортасына үлкен дөңгелек қабырға қойды. Олар оны шұңқыр деп атады. Олардың еге құйрықтары бар қорап болды. Және оларды шеңберге төгіп тастады. Содан кейін олар иттерді сол жерге жіберді. Еге құйрықтар иттермен шайқасты ма? Шайқасты? Жоқ. Негізінен олар айнала жүгірді. Бұл еге құйрықтарды аулау деп аталды. Біз бұл туралы ешқашан естіген емеспіз. Бұл туралы айту үшін бірде-бір еге құйрық аман қалмады. Дайын. Шабдала, қауіпті бұршақ және Морис. Сендер кит пен Малисияны босатасыңдар. Нәрлі, арнайы соныс, тәттілер және тұздықта біз сардинаны құтқарамыз. Оның ізін бақылау оңай болады. Ол жол бойы несеп жіберді. Сонымен, бір рет қайталайық. Жарай ма? Сенде өзіңмен пышақ жоқ па? Жоқ, Және арқандарды күйдіру үшін сіріңке жоқ па? жоқ, кешір. Сен кем дегенде іздедің бе? Іздедім.
Білесің бе, маған көбінесе бұл оқиғаның сюжеті дұрыс құрылымдалмаған болып көрінеді. Артта қалмаңдар. Жарайды. Менің шыдамым таусылып жатыр. Мен сені әлі де ашам. Енді саған сенің жасырын қабілеттеріңді ашатын уақыт келді. О, керемет идея. О, иә. О, Иә? мен сезінем. Жоқ. Жоқ. Ештеңе. Сен бұған сенімдісің бе? Мен сені алғаш көргенде, менің ойлағаным, оның бізге қауіп төнген кезде керемет қабілеттері болуы керек. Мұндай пайдасыз болу мүмкін емес, егер бұл жасырын болмаса. Жоқ, тыңда. Мен сияқты адамдар батыр емес. Мен алаяқпын. Еге құйрық алаяқтардың бір бөлігі. Мен тек сырнайда ойнай алам. Және өте жақсы, рахмет. Бірақ мен жасырын батыр емеспін. Көңіліңді қалдырғаным үшін кешір. Яғни, сен өзіңді көрсетуің тиіс қарапайым адамсың ба? Басқа біреуді тапқаның жақсы болар еді. Менің артымда біреу бар. Біз арқандарды шайнаймыз. Не? Тартпа. Қауіпті бір жақ, шабдалы. Алаңқай, уақыт келді. Сөйлейтін жануарлар көмекке асығады. Керемет. Бұл өте оңай. Кроликс мырза сияқты. Кроликс мырза? Бұл жерде Кроликс мырза туралы не бар? О, бұл жай ғана балаларға арналған кітап. Онда еге құйрық, қоян және жылан бар. Және олармен әрқашан шытырман оқиғалар орын алады. Олар киім киеді және адамдармен сөйлеседі. Және бәрі сонда сүйкімді және жақсы. Бұл ақымақтық. Әкем оны бала кезінде оқыды. Менің ойымша, сенің үндемегенің жөн. Морис? Әрине, қазір мен бұл қаншалықты қарапайым екенін көрем. Ешқандай сөз астары немесе әлеуметтік мәлімдеме жоқ. Дорис үйдегі аяқ киімін жоғалтама? Сюжеттік шиеленіспе осы? Марисия, өтінем, жеткілікті. Не? Сен білдің. Жұмағаралы жоқ, және ешқашан болған емес. Сен бізге Жоқ, өтірік мен, айттың. тыңда, жоқ, шабдалы, керек емес. Өтінем, менің сендерге айтуға батылым жетпеді. Шабдалы. Жоқ. Бәрі жақсы. Шабдалы. Жоқ, бұл қауіпсіз емес. Шабдалы, кері қайт. Қауіпті бұршаққа жет емес. Шабдалы. Олардың барлық үміттері жойылды. Жаман мысық. О, мен бұл сезімді жек көрем. Сен дұрыс емес нәрсе жасадың ба? Жоқ, сәтті түзету үшін қандай жақсы нәрсе істеу керек. Айталық, сендерді еге құйрықтардың жанында қалай өткізуге болатынын ойлаңдар. Шабдалы. Шабдалы. Ол анда кетті. Шабдалы, өтінем. Біз осыны шешеміз. Бұл кітап өтірік. Сендер маған өтірік айттыңдар. Кітаптың өзі маңызды емес. Біз одан не аламыз? Сол маңызды. Кет. Біз мұнда жалғыз емес сияқтымыз. Сен бір орныңда тұрып мені күте аласың ба? Мені жалғыз қалдырыңдар. Бұршақ. Мұнда басқа біреу бар сияқты. Шабдалы! Бұл солмасақ. Соңғы тамақты шесіз бе? Не? Бұл не? Бұл еге құйрық өлтіруші. Қорқынышты естіле. Не? Сендерді ме?
Сендер біздің дәрімізді ұрладыңдар. Ұрладық па? Жоқ. Біз оны ұрламадық. Біз оның орнын ауыстырдық. Орнына қой. Бұл қауіпті нәрсе. Сендер оны қайда жібердіңдер? Сендер сұрағандықтан, бұл мысық оның көп бөлігін қантқа құйған сияқты. Жоқ! Мен шайдың бір түрлі дәм бар екенін білдім. Мен сені сындырам. Бізге тию туралы ойыңда болмасын. Әйтпесе біз қарсы дәрінің қайда кеткенін ұмытып кетеміз. Бірақ егеуқұйрық өлтірушіде қарсы дәрі жоқ. Әрине бар. Мен егеуқұйрық дәрілері саласындағы сарапшылармен таныспын. Жауап бер тез. Сендер егеуқұйрықтарды тірідей ұстап, және оларды торға қамадыңдар ма? Неге? Маған бірдеңе болып жатыр. Сендер дәрі туралы ештеңе білмейсіңдер ме? Сендердің асқазандарың шамамен 20 минуттан соң ба желіне бастайды. Бұл қызықты жазып алу керек. Бұл адамгершілікке жатпайды. Жоқ, адамгершіліктің дәл өзі. Сендердің дәрілерің егеуқұйрықтарды күн сайын өлтіреді. Сонымен, тордағы егеуқұйрықтар туралы бәрін айтып бер. Алдымен біз шұңқырда аздап ұстадық. Сосын, Біз кездейсоқ егеуқұйрық патшасын құрдық. Егеуқұйрық патшасы? Ол әлі тірі ме? Ал ол не деген егеуқұйрық патшасы? Егеуқұйрық патшасы. Ал ол не деген егеуқұйрық патшасы? Егеуқұйрық патшасы. Өлімге әкелетін зұлымдық. Бірнеше егеуқұйрықтардың құйрықтары қосылады. Содан кейін Біз қаламадық. Біз шелекке бір уыс егеуқұйрық салдық. Содан кейін біз қақпақты көтерген кезде ол сонда болды. егеуқұйрықтардың байланысы. Олардың ақыл-ойы бір болмысқа айналды. Оның санасы, қуаты, ақыл-ойы, күші бар. Ол басқара және басқаларды бағындыра. ол әдетте бәрін өзгертеді. Егеуқұйрық патшасы. Жоқ, бұл тым көп. Тоқта. Қайда барасың? Басқаларға ескертуім керек. Қарсы дәрі өтінем. Ішімде құдды бір көп егеуқұйрық жүгіріп жүргендей. Сіз оған лайық емессіз, бірақ біз төмендегі жертөледе қарсы дәрі қалдырдық. Сіздің орныңызда мен асығар едім. Ауырып Бағанда. Марис оларға қанша оқиды? Сен іс жүргізетін дәрі туралы айтып отырсың ба? Көп. Ең бастысы, олар тым көп қарсы қабылдауы керек. Сен оларға қарсы дәрінің орнына не қалдырдың? Тағы да іс жүргізетін дәрі. Мен таптым. Тым кеш. Ішті айдайтын дәріні керемет ойлап таптыңдар. Бірақ оларға қарсы дәрі ретінде де беру, бұл Дұрыс па? Сахнаның әсем аяқталуы. данышпа. Ең данышпаны мен. Біз қайда баратынымызды білеміз. Тура орманға. Қараңғы орманға? Онда ағаштар бар. Және ол жерде қараңғы. Неге? Сен білмейсің бе? Сен не оқымадың ба? Егеуқұйрық патшасын басқара алатын бір ғана нәрсе бар. Бір ғана. Бүкіл әдеби ландшафтта. Біз оған қол жеткізуіміз керек. Немесе бізді үлкен қиындықтар күтеді. Қандай? Сырнай. Сырнайшының сырнайы. Нағыз сырнайшының. Нағыз сырнайшының. Егеуқұйрық патшасы дегенді естігенде көзіңді жоғалт. Мәңгіге. Бұл ереже. Менің жолым болды. Оқиғаның соңы неде? Таңғажайып Морис әрең құтқарылды. 9 өмірінің алтауымен. Әрине, көптеген тиындармен. Супер. Мысық болу қандай керемет екен, Шын мәнінде, олардың мысық болмағандары жолдарының болмағаны. Неліктен мен олар туралы ойлаймын? Менде ешқандай кінә жоқ. Мен мысықпын ғой, еркін тағдырыңды басқарасың. Мені келесі оқиға күтіп тұр. Мен теңізге барам. Әрқашан кемелік мысық болғым келді. Бәлкім алдымен жүрек айнитын шығар, бірақ мен үйреніп кетем. Міне шытырман. Ал содан кейін тек жақсы болады. Малисия, сен мұнда 3 күннен бері отырсың. Кешкі ас ішкің келмей ме? Жоқ, мен жақында түсем, әке. Шын айтам. Қалыпты қыздар бұлай әрекет етпейді. Сонымен біз не туралы айттық? Кроликс мырза. Руперт егеуқұйрығы ең батыл егеуқұйрық болды. Аңғардағы барлығы осылай деді. Сондықтан оны Кроликс мырзаны табу үшін жіберді. Ол не күтіп тұрғанын елестеткен жоқ.
жерде болуы керек. 32 секундта 10 егеу құйрық. Қане маған көмектес. Барлығын қарсы алыңдар. Блицдрян Блицбургтен. Билли! Сардина жақын жерде. Келесі раундқа дайынсыңдар ма? Джеканың оның өзін қарсы алыңдар. Жекпе-жекке дайынсыңдар ма? Ал қане. Олар қанша уақытқа созылады? Жекпе-жекке олар қанша уақытқа созылады? О, жоқ. Бұл Морис айтқаннан да жаман. Сардинаны иттерге тастайды. Ақмақтар, бірге әрекет етіңдер. Сендер бұл бір көліні сүйекке дейін кемір аласыңдар. Бұл тез болды. 28 секундта 6 егеу құйрық. Ақылдым мен. Ақылдым. Ал достар, соңында, әсіресе сендер үшін біз ерекше тосынсый жасадық. Сендер мұнда егеу құйрықты ешқашан көрген емессіңдер. Біз оны қалпақтағы егеу құйрық деп атаймыз. Сардина. Жанкерлерің сені күтуде. Шоу басталды. Мұнда кел. Мұнда кел. Және аңызға айналған чемпионды қарсы алыңдар. Брук! Өзі сүйкімді емес пе? Оның бірде-бір мүмкіндігі жоқ. Жарайды, тыныштал. Сендер шпагат операциясы. Сендер не істеу керектігін білесіңдер. Орындарың орналасыңдар. Резеңке, не? Сен, кел, шпагатты байла. Мен жасай алам ба, білмеймін. Жылдам, бол. Жарайды, қазір. $10. Ол бірнеше секундта шыдай алмайды. Жекпе-жек. Ал, тезірек. Баяу жүрсең тез жетерсің. Ол егеу құйрық не істеп жатыр? Чарлстон сияқты. Болыңдар. Қазір. Қазір немесе ешқашан. Тағы біраз. Қане? Дайын. Сардина, мен келе жатырмын. Сен? Мен секірем бе деп ойласам. Сардина, біз сен шығарып аламыз. Бұл егеу құйрық не сөйлейді ме? Уайымдама, менің артымда тұр. Алба, мен сені құтқарам. Ал Брут, оның көзін қор. Не күтіп тұрсың? Ол әлі орында емес. Мен білем. Сен бүкіл өміріңді шоу-бизнесте өткіздің, және қашып кеткен егеу құйрықтарды тістедің. Бірақ күресетін егеу құйрықтар жаңа нәрсе екен. Сөйлейтін егеу құйрыққа $15 қоям. Күресеміз бе? Немесе одан әрі сөйлесеміз бе? Шабуылда! Hasta la vista. Мұның не? О, төбелес. $20. Адамдар-ай. Сәлем, досым. Ал, қане. Ал, бәрі дұрыс па? Жақсы. Рахмет, Тодық.
Барлықтарыңа рахмет. Құтқарушылар тобына қош келдің. Миссия орындалды. Кеттік. Бірақ сақ болыңдар. Бұл не? Бұл әуен бе? Кешір, мен жай ғана қобалжыдым. Бұл көмектеседі. Мен ойнаған кезде. Әдемі әуен екен. Айтшы, сенде бір ханшайым немесе басқа біреу бар ма? Кімге ғашықсың? Батырлығыңа тамсанатын адамың бар ма? Жоқ, ешкімім жоқ. Өте өкінішті. Әйтпесе біз жұп болалар едік. Біреудің болу-болмауы бізді қалай жұп ете алады? Сюжеттің шатасуы. Онсыз болмас. Егер сен мұны басқа қыз үшін жасасаң, мен әрқашан жаныңда болатын, және саған жақсы сәйкес келетін болар едім. Бірақ сен оны көрмеседің және түсінбеседің. Бұл тек соңында болар еді. Бірақ сенде ешкім болмағандықтан мен сәйкес келмеймін. Малисия, бұл оқиға емес. Барлығы саған түсіндіруге тырысады. Тыңда, жеттім, мүмкін әліптермен ауыстырылды. Және сондықтан осындай керемет әуен ойнайтын мен саған бір нәрсе айтайын. Мен нақты өмірдің не екенін білем. Мен адамдар мені ақымақ деп санайтынын білем. Бірақ сен білесің бе? Егер сен өміріңді оқиғаға айналдырмасаң, онда сен біреудің оқиғасының бөлігі боласың. Ал егер сенің оқиғаң еш нәрсеге әкелмесе ше? Әкеледі. Әрқашан әкеледі. Ол бір нәрсеге әкелуі керек. Қара! Мынау сол. Адалдық деп осын айт. Ол өзінің сырнайшы костюмін киет, тіпті бос уақытында да. Ол аздап, ессіз болып көрінеді. Бірде ол төленбеген шотқа қайғырды және сырнайдың көмегімен қаладағы барлық балаларды орманға апарды. Олар ешқашан табылмады. Неліктен маған бұл туралы бұрын айтқан жоқсың? Ертегілердің бастапқы нұсқалары ең жақсы. Олар шынымен қатыгез. Міне ол, сол сырнай. Керемет. Иә, бұл сол ма? Оның сүйкімділігінің астында бүкіл орман екеніне дауласуға дайынмын. Шабдалы! 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 Сәлеметсің бе, қауіпті бұршақ? Не? Сен қайдасың? Өзіңді көрсет. Мен сенің басыңдамын. Не? Қалай? Көрдің бе? Сенің оң жақында кішкентай тоннель бар. Соған бар. Мен жоғарғы жағыңдамын, қауіпті бұршақ. Маған кел. Неге? Сен білетін біреу сені күтеді.
Және түннің келуімен Кроликс мырза есіне алды. Қараңғы орманда шынымен қорқынышты нәрсе өмір сүреді. Жаман. Өте жаман. Сәлеметсің бе, қауіпті бұршақ? Менің атымды қайдан білесің? Мен сен ойлағаннан жақсы білем. Және сенің ойларыңды оқи білу көп көмектеседі. Шабдалы қайда? Қауіпсіз жерде. Оның қайда екенін айт. Қауіпсіз жерде деп айттым ғой. Мен оны жақын жерде ұстап отырмын. Қорқудың қажеті жоқ. Маған қосылғаныңды қалай. Қосылғанды ма? Сен кереметсің, қауіпті бұршақ. Сенің ақылың менің ақылыммен шайқаса алады. Ақылың парасатты және дана. Бір емес, көптеген егеу құйрықтар үшін ойлайтын ақыл. Мен оларды әр кеш сайын тамақ ұрлауға жіберем. Егеу құйрықтар күшейеді, адамдар әлсірейді. Міне, сенің жұмбағыңның жауабы. Бір ақыл, тек бір ақыл сияқты күшті, ал екі ақыл екеуі сияқты күшті. Бірақ егер үш ақылды біріктірсең, бұл керемет. Үш ақыл бұл төрт ақыл. Төрт ақыл бұл сегіз ақыл. Ал сегіз ақыл бұл бір. Солай. Шабдалы қайда екенін айт. Жоқ, көмектесіңдер. Көмектес. Шабдалы, мен осындамын. Бәрі жақсы. Көмектес. Шабдалы, мен осындамын. Иә, сен осындасың ба? Жақсы. Сен екеуміз бір нәрсені қалаймыз. Біздің жоспарларымыз ұқсас. Біз жеңісті қалаймыз. Барлық адамды жеңген егеу құйрықтар. Менің арманым сәл өзгеше. Егеу құйрықтар жеке тұлғалар. Және адамдар олармен бірге өмір сүреді. Бейбітшілікте, сыйластықпен, үйлесімділікте. Дәл ертегі кітабындағыдай ма? Иә, дәл сол ертегі кітабындағыдай. Ол бақытты аяқталады. Сен құтылғың келе ме? Сол сияқты бір нәрсе. Моррис! Мен Моррис. Әй, сен ақмақ мысақ. Кеттік. Бұршақ, мен... Ақмақ егеу құйрық. Сен маған қосыласың ба? Қосыл. Маған қосыл. Қосыл. Сен ол жерден өте алмайсың. Мен мысықпын ғой. Басым өтсе қалған өтеді. Уайымдама. Мен сендердің бастарыңда болған кезде қашудың пайдасы жоқ. Уайымдамаңдар. Мысық әрқашан табандарына тұрады. О, Моррис! Ғажайып Моррис. Бұл жерден кету керек. Қаладан қашу керек, жылдам. Ал Кит пен Малисия ше? Ол егеу құйрықтар патшасына кетті. Жарайды, олар бізді қуып жетеді. Кеттік. Мен оның назарын басқаға аударам. Сен сырын айт ал. Не? Ол қазір ұйықтап жатыр ғой. Онда мен өз білігімді жасадым.
Мен мұны істемедім, анашым. Ант етем. Бұл менмін. Сақ бол! Кешіріңіз, сырнайшы мырза, бірақ мен талап етуге мәжбүрмін. Маған сырнайды беріңіз. Солай ма? Шынында ма? Иә, дәл солай. Әйтпесе, менде мынау бар. Мен оны қолданудан қорықпаймын. Бұл кәдімгі шанышқа. Шақтым өткір. Оны сөмкеге салуға болмайды. Сондықтан шанышқыны өзіңмен бірге алып жүру өте қисынды. Мырза, сіз бүкіл балаларды ұрладыңыз ба? Мен туралы айтылғандардың жартысы шынайы емес. Жақсы, қандай жеңілдік? Жоқ, ол қай жартысы екенін айтқан жоқ. Ақылды қыз. Және дәмді көрінесің. Енді қай жартысы екенін айтты. Ал пешке кір қане, тез. Толған сияқты. Не? Пешке? Ал шынымен Гензель мен Гретель. Қазір ұмытылып кете жаздаған кейіпкерге күтпеген жерден шығуға кезек келді. Ол қарызын өтеп, және оқиғаны сақтау керек. Сенің оқиғаң бақытты аяқталмайтын сияқты. Ендеше ки дәл қазір маған деген сезімдеріңді мойындайтын уақыт келді. Яғни менің саған деген сезімімді. Көбінесе ашу келтіру. Ол бізде. Жүр. Мен саған сен алатынымды білдім. Бұл жерден кетейік. Енді оларда сирек кездесетін және күшті қару бар. Зұлым егеуқұйрық патшасын жеңе алатын. Тезірек! Бәрі неге сонша тыпырлауда? Егеуқұйрық патшасы соншалықты жаман естілмейді. Бұл жаман, маған сен тезірек қашу керек. Өтінем, тынышталыңдар. Өтінем. Тыныш! Ойлануға тырысып жатырман. Әй, абайлаңдар. Өзің абайла. Бір егеуқұйрық ойлау мүмкін. Солай ма? Бірақ көптеген егеуқұйрықтар бұл үлкен табаны және миы жоқ жануар. Қауіп пайда болды. Міне, барлығың жай ғана егеуқұйрықсыңдар. Егер бұл көмектессе, мен жай ғана мысықпын. О, сен мүлдем жай мысық емессің, Манис. Біз әрқашан менің қалай өзгеретініме таң қалдық. Мен ешқашан сиқыршылар қоқысынан сиқырлы ештеңе жеген емеспін. Иә? Бұл жұмбақ. Мүмкін уақыт келген шығар. Естеріңде ме әлгі үлкен егеуқұйрық? Бір құлағы жоқ, оның сөйлеуінде қиындықтар болды. Оның аты дәмдеуіштер болды, дұрыс па? Жоқ. Жарайды. Мен оны жедім. Мен ол кезде әлі ойлауды үйренбедім. Мен аш болдым. Мен оны жедім. Мен де өзгердім. Мен мойындаймын. Бұл менің кінәм емес. Мен жай ғана мысық болдым. Ал сен өкінесің бе? Өкінем? Мысықтар өкінбейді. Олар ештеңеге өкінбейді. Тек мен өкінем. Мен ғана. Онда бәрі жақсы. Мүмкін. Эй, Морис! Маған көмектес! Жарайды, бұл жерден бір жола кетеміз. Не болды? Анда. Сәлем! О, артқа,
шегінеміз қалайық? Сендерден сұрайтыным бар, қашпаңдар. Бұл маскарад жеткілікті. Ал енді өзіңді көрсет. Мені көргілерің келе ме? Жақсы. Міне, ол менмін. Егеу құйрық, өзіңнің бұлыңғыр көзіңмен мені көріп тұрсың ба? Иә, сен мені көріп тұрсың. Енді маған келіңдер, менің қояндарым. Келіңдер. Не болып жатыр? Ауырғын болып тұрма? Берілме, халық. Қарсылық көрсетіңдер, берілмеңдер. Ол тым күшті. Морис, сен кете аласың. Жоқ, мен қалам. Мен достарымды қалдырмайым. Жоқ, сенің шынымен кеткенің жақсы. Не? Және көмек әкелуің керек. Бірақ біз сенің асыл ұстанымыңды өте жоғары бағалаймыз. Бірақ мен... О, біз әлі де екталай оның мамықтай құйрығын көреміз. Жолың болсын, сау бол. Кешірім сұрайын. Біз жалғастыра аламыз ба? Керемет. Маған керек. Марис, Кит, біз сырнашыдан сырнайды алып қойдық. Және біз қалаға қайта жүгіреміз. Жарайды. Мен Кит пен Малисияны табуға жүгірем. Және оларды егеу құйрық патшасына күресуге әкелем. Иә, тезірек, жүгір. Керемет. Иә, алға. Ал, біз оны эмоционалды әсерге жатқызамыз. Иә, ештеңе болған жоқ. Бұл туралы айтпайық. Ешкімге және ешқашан айтпаймыз. Жарайды. Сонымен, тағы бір рет. Марис, бізде сырнай бар. Егеу құйрық патшасы бізге шабуыл жасады. Менің артымнан жүріңдер. Иә, мұнда кел. Мұнда. Кел. Бұлай тұр. Біз бірге күштірек боламыз. Қоша. Мен ұстайын. Сенің ұсынысың қызықты. Бірақ әлсіздермен не болады? Иә, кел. Дәмді. Иә, шынымен өте дәмді. Әлсіздер тағамға айналады. Айтпақшы, бұл әрқашан солай болды. Енді бәрі түсінікті болды. Жоқ, қарсы тұрыңдар. Біздің өміріміз үшін, біздің болашағымыз үшін. Иә, бізге қосылыңдар. Менің үлкен жоспарым бар. Сенде тек жоспарлар бар. Ал менің арманым бар. Сен мені қабылдайсың ба? Бұл не тағы? Кешіріңіз, мен осындамын. Сен бургомистрдің қызысың, ақымақ бала. Сендер үндемей тұра аласыңдар ма? Не? Сіздің даусыңыз өте қатты, сондықтан үндемеңіз. Мен музыка тыңдауға тырысамын. Музыка? Дәл солай. Музыка. Тональды тербелістердің жинағы ұзақтығы әртүрлі, жақсы ұйымдастырылған. Біреу еңселмейтін тәртіп деп атайды. Марисия, бұл көмектесетіне сеніңсің бе? Әрине. Шыдамдылық менің досым. Адамдар бұл әлемнің зиянкестері.
Кит! Адамдар үнемі азапта, улап, өлтірді. Енді мұның бәрі менде қалыптасады. Менде. Біз адамдармен бірге өмір сүруіміз керек. Олар бізді аулайды, және улай. Тек қана рахат үшін. Біз оларды, біз осы қалпымызда құрметтеуге үйретеміз. Иә, үйретті. Қорқыныш арқылы. Кит! Кит! Эй! Неге көмектеспейді? Кит! Бұл сенің оқиғаңның шарықтау шегі. Не үйренгеніңді есіңе ал, және оны пайдалан. Бірақ мен ештеңе үйренбедім. Оны жең. Жақсы. О, жоқ. Бұл пасық. Көмекке құтқарыңдар. Қоректі. Сардина, тоқта. Мен соңғы рет тағзым етем. Біз бұл еге құйрық әлемін бірге басқарамыз. Дұрыс па? Біз бірлесеміз. Әрине, сен бірлесесің. Ол басқарады. Ақылды мысық. Мен, бұл ақмақ, мен қазірдің өзінде қатты ашуламын. 1 минут. Ой, сен мұны бекер ойладың. Сен бұл туралы шынымен білмейсің. Әдетте зұлым үшін соңғы шайқас қалай аяқталатынын. Сен жойылатын боласың. Малисия! Сен там көп сөйлейсің. Сонымен біз не туралы айттық? Оя, маған қосыласыңдар. Малисия! Мен қайдамын? Кит! Кешір, сырнай, жұмыс істемейді. Барлығы сырнайдан емес, ақымақ. Тек ойна. Жай ғана ойна. Жарайды. Сен маған бағынасың. Ешқашан! Онда ауырсынуды сезін. Бұл не? Бұл. Сен. Сен не істеп жатырсың? Ей. Сендер. Сендер қайда барасыңдар? Не? Жоқ, жеткілікті. Жоқ. Бұл керемет. Керемет әуен. Керемет музыка. Керемет. Мұнда келіңдер, тезірек. Менің артымнан бәрі осында. Жылдам. Біреулер жасырын қабілетін ашқан сияқты. Бұл өте жиіркенішті. Керемет сырнайшы. Керемет ойналды. Бірақ сенің музыкаң мені ешқашан жеңе алмайды. Бізге қауіпті бұршақ. Уақыт келді. Жоқ, сен тек қараңғыдан басқа ештеңе емессің. Ал сен жай ғана егеу құйрықтан басқа ештеңе емессің. Мен егеу құйрықтан артықпын. Егер мен егеу құйрықтан артық болмасам, онда мен ештеңе емеспін. Онда ештеңе болма. Морис, досым. Мүмкін қазір тек мысық болудың уақыты келген шығар. Көрдіңіз бе?
Ғажайып Морис, мен көптеген айлар жай мысық болуды армандадым. Менің тамырларымда басушаңдық пен ашуланшақтық көп. Ата-бабалардан маған мұраға қалған. Менің тырнақтарымнан ұшқындарын көргенде мен жарылуға дайынмын. Барлығын қолданып, оның күші жолбарысты құлату үшін жеткілікті. Бірақ қазір бірнеше секунд бұл нақты мысық жолбарысты өзі жеңе алар еді. Ешкімнің көмегінсіз. Ешкімнің көмегінсіз. Жоқ. Бұршақ. Жоқ. Сен оны құтқардың ба? Мен тырыстым. Бұршақ. Бұршақ. Қауіпті бұршақ. Бұршақ. Сүйек егеуқұйрық. Сондай-ақ зұлмат шиқылдақ ретінде белгілі. Менің ойымша, сен қауіпті бұршаққа келген шығарсың. Жоқ, біз бастан өткерген талай қиындықтан кейін бе? Бұлай болмай. Жарайды, мырза. Сенің не айтқың келіп тұр? Бір мүмкіндігің бар. Менің серіктесіме шабуыл жасаудан аулақ бол, Морис. Мен Морис. Я, мырза. Өлім мырза. Қазір. Сізді қайтадан көргеніме қуаныштымын, Морис. Сәлеметсіз бе? Мен де өте қуаныштымын, мырза. Сенің қазір қанша өмірің қалды? Ойлануға мұрсат бер. 6, мырза. 6. Әрине, 6 өмір, мырза. Бірақ сені өткен айда ғана арба басып өткен жоқ ба? Соны айтасыз ба, мырза? Жоқ, өйткені мен сол жерде жеңіл сызаттармен құтылғанмын. Дәл солай. Мен, түсіндім. Яғни 5 өмір, Морис. Мырза, менің 2 өмірімді алыңыз. Бұл батыл егеуқұйрықтың өмірі үшін тағы біреуін беруге дайынмын. Өтінем. Бұл мүлде мысыққа сай әрекет емес, Морис. Мен таң қалдым. Мен де таң қалдым, мырза. Бірақ білесіз бе? Ол ерекше. Өзі ақылды, әрі шабыттандырады. Сенің сұранысың қанағаттандырылады. Біз 2 өмірді алуға келдік, және 2-ін аламыз. Баланс сақталады. Рахмет, мырза. Мырза, мен мұның бәрін есімде сақтаймын ғой, мырза? Бұл тым ұят болар еді. Әрине жоқ, Морис. Бұршақ. Бұршақ. Өтінем, бірдеңе айтшы. Бұршақ. Мені қалдырма. Бұршақ. Мен сені өлді деп ойладым. Мен де солай ойладым. Қауіпті Бәрі бұршақ. жақсы аяқталғаны жақсы болды. Білесің бе, әр оқиғада жұп сүйісу керек. Олардың айналасындағы барлығы тойлап жатқан кезде. Бірақ бұл шынайы өмір ғой. Және оқиға. Біздің оқиғамыз. Бұл жағдайда
Морис, сен не мияулайсың ба? Руперт егеу құйрық жағдайды және Кроликс мырзаның құйрығын құтқарды. Жарайсың, Руперт егеу құйрық. Жануарлар алқабының барлық жануарлары жылады. Кроликс мырзаның оқиғасы осылай аяқталды. Бірақ біздің оқиғамыз қалай аяқталды деп сұрайсыңдар. Ақыр соңында біздің оқиғамыз егеу құйрықтар туралы болды. Болды. Бұл жер егеу құйрықтарға толы. Егеу құйрықтарға толы. Содан бері біздің қала туристік тартымдылыққа айналды. Мұнда адамдар ең алыс жерлерден келеді. Және кәдесый, саптаяқтар, жұмсақ ойыншықтарды және басқа заттар сатып алады. Міне, дәм татыңыз. Олардың мағынасы жоқ. Бірақ оларды сатып алып, үйге кетеді. Аштық ақыры аяқталды. Енді барлығына тамақ жеткілікті. Күніне бір рет қалалық сырнайшы, айтпақшы кит деп аталатын, және ол керемет сүйетін өз сырнайында ойнайды. Ал егеу құйрықтар тіркеліп музыкаға билейді. Шыртылдақ мырза, отбасын қалай? Егеу құйрықтар өз қалаларына ие болды, және кітапханаға тегін қолжетімділік алды. Тіпті кішкене егеу құйрықтарын мектепке жібереді. Басқаша айтқанда, кеміргіштер бақытты өмір сүреді. Адамдармен қатар, шабдалылар бір кездері армандағандай. Мористің күш жігерінің арқасында. Ғажайып Морис. Және оның кеміргіштер ғалымдары. Бірақ негізінен менің мяу. Фильм The Kitchen Russia студиясының тапсырысы бойынша Дабин студиясында арнайы кинопоиск үшін аударылып дыбысталған. Be yourself.